Шрифт таңдауда мынадай пайдалы бір сайт бар. Қазір мен сіздерге мына жерден көрсетейін. Міне қараңыздар, мына жерде фонд online.ru деген. Осы жерге мына төбесіне мына жерде жазатын жері бар. Мен мына жерге жазам. Қазақша әріптерді жазам, чтобы мыналар қазақша әріпті оқиды ма, шрифттар оқымайды ма көру үшін. Сіздер өйстіп жазғаннан кейін мына өздеріңе керек сөзді жазыңыздар, баннердағы. Сосын астына қарай түсе берсеңіздер, мындай қазақша шрифтларды оқитын шрифтлар шығады. Ол сразу көрініп тұр міне, Осы жерден өздеріңізге ұнаған шрифтіні таңдап алсаңыздар болады. Мына әртүрлі парақшаға өтсеңіздер ашып көрінеді. Просто мына тексттің шрифтін үстін басып ашасыздар, міне ашылды. Міне жазу, Осы жерде барлық ақпараттар бар. Скачать дейсіздер. Сосын сіздерге галочка шығады да, көшіруге рұқсат береді, бүйтіп көшіріп аласыздар. И неге өтесіздер загрузкаға, файлдарыңыз қай жерге түсті, сол жерге өтесіздер да, мынаны извлечь етіп аламыз. Міне кіргеннен кейін просто мына файлдың үстін басасыз, оң жақты бастып установить для пользователей дегенді басасыз, ол установка жасайды. Содан кейін фигмаларыңызды компьютерға көшіріп аласыздар ғой, сол кезде бұл файл автоматически сіздің фигмаларыңызда тұрады. Осылай қыздар. Так, енді қараңыздар, компьютердан ашасыздар фигманы. Так, қыздар міне ашты. Так, компьютердан фигманы ашқаннан кейін міне текст іздеме таппай жатырмын ғой. Енді жаңағы установить еткен біздің шрифттің аты қалай еді? Қазір мен қарап алайын. Міне Gardenia Decor дейді. Осыны фигмадан іздейміз қазір. Міне текстті жаздық, мына жерге шрифтін іздейміз. Міне көрдіңіздер ма? Осылай компьютерге установить еткеннің жақсы жері осы. Так, басқа қандай сөз бар? Мысалы, Айгерім. Күшті кетеді негізі. Мықты шрифт.